Теңіз тілі қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы 18 дана өнім, 600 грамм теңіз тілінің еті, 4 картоп, 3 пияз, 3 қызанақ, 100 грамм күнбағыс майы, 1 лимон, жарты стакан ақ шарап, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы дайындау үшін теңіз тілінен жасалған фаршқа ірі үпкіштен өткізілген картопты, жарты стакан шарапты, 1 лимон шырынын қосамыз. Тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң барлығын мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз толтыруды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұстап тұрады. Биік таба ыдысқа күнбағыс майына жартылай дөңгелектеп туралған пиязды, ұсақтап, текшелеп туралған қызанақты салып, 2-3 минут қуырамыз. Енді дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап қақпағын жауып, бәсең отта 15 минут пісіреміз. Саланганиді ыдысқа түбінен демей отырып, абайлап салыңыз. Тағамды ыстық күйінде балғын ас көкпен әрлеп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.